Қалилу мин ибадия шакур, Құранда Алла тағала айтқандай, менің құлдарымның азы ғана шүкіршілік етеді дейді. Шынайы шүкіршілік ететін құлдар аз, күпірлік ететін құлдар көп. Сол үшін де Алла субханала тағала бұл дүние сондай бағанағы қарғысқа ұшыраған дүние дейді. Әла инна дуния мал'уна ва мал'унун ма фиха илля зикруллахи ва ма валах. Енді оған кірмейтін не нәрсе бар? Тек қана Алланы зікір ету және соған байланысты болған нәрсе ва алиман ау мутааллиман деді. Білім алушы болу немесе білім беруші болу деді. Яғни бұдан басқасының барлығы сондай бір болмашы нәрсе деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Хадисте Абу Хурайра радиаллаху анхуден имам Тирмизи рахмахуллах жеткізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде айтады. Имам Хаким рахмахуллах жеткізген хадисте мад-дуния фил ахира илля кама ямши ахадукум илал ям. Бұл дүниенің ахиреттің жанындағы салмағы дейді. Ахиретпен салыстырған кезде ол илля кама ямши ахадукум илал ям фа адхала исмa'аху фи фама хараджа минху фа хуа дуния. Ол бағанағы теңізге барып немесе өзенге барып саусағын тығып суға алған кезде саусағымен бірге қанша су шығады? Әлгі өзеннен, теңізден. Сол қолымен бірге шыққан сол дүние дейді, ахиреттің жанында. Яғни ойлап қараңыз, қаншалықты бұл дүние сондай бір болмашы дүние. Имам Бухари рахмахуллах Сахл радиаллаху анхуден жеткізген хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Мауḍи'у саутин фил джанна хайрун минад дуния ва ма фиха." Саут деген қамшы деген сөз. Яғни жаннаттағы бір қамшының орны дейді. Қамшының сабындай орын жаннаттағы. Яғни кішкентай орын. Ол жаннат білесіздер қандай екендігін. Алла тағала ардуха кa'ардис сама'i вал ард дейді. Оның ұзындығы деп жатқан жоқ, ені. Әлбетте, әдетте ұзындығы биіктеу болады енінен. Енінің ұзындау болады. Енінің өзі аспандар мен жердей деп жатыр.